Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай пайдалы, әрі дәмді, әрі жылдам жасалатын десерттің рецебімен бөлісемін. Пісіруді қажет етпейді, аз уақыттың ішінде дайындалады. Ең алдымен кез келген печеньені алып, блендермен немесе оқтаумен үгітіп аламыз. Печеньенің кез келген түрі жарай береді. Отбасындағы адам санына байланысты граммдарын өзгертіп отырамыз. Көп адам болса, көбірек жасауға болады. Енді үлкенді бір бананды алып, қабығын аршып, оны да осы блендермен үгітеміз. Енді осы үгітілген печеньенің үстіне бананды алып араластырамыз. Үстіне біраз қасық какао қосып, ары қарай араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін оны алып, бумаганың бетіне бір тегісті етіп жайып шығамыз. Төрт бұрыштап қасықтың көмегімен жайып, оны нығыздап шығамыз. Енді осы массаның бетіне аздап крем жағамыз. Немесе сметана, не болмаса сгущенка жақса да болады. Енді осыны лопатканың көмегімен бір тегісті етіп жайып шығамыз. Енді алдын ала тазаланып аршылған мандаринді алып, осы массаның бетіне қойып шығамыз. Немесе киви да салуға болады. Енді осыны орап, рулеттің пішініне келтіріп, салқын тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған десертті ұсақтап турап, дастарханға қоямыз. Өте дәмді, әрі денсаулыққа пайдалы десертіміз дайын. Десерт ұнаса лайк басып, каналға тіркелеміз. Толық рецебі описание бөлімінде.